Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Нұржан қыздарыңыз. Америкадан алдарыңызға шұғыл түрде бүгін шығып отырмын. Оған себеп Павлодар қаласының тіл жанашыры Руза апайымыз жоғалтып алып отырмыз. Руза апайымызды. Оны жаңағы мынау Тоқаевтың жендеттері жедел жәрдемге күштеп салып алып кеткеннен бері ешқандай хабар ошар ала алмай отырмыз. Соған байбалам салуларыңызды сұраймын, бәр жерде жазуларыңызды сұраймын, әрі менің осы бейне жазбамды кеңінен тарқатуларыңызды сұраймын. Бұны бұлай қалдыруға болмайды. Есі дүзу адамды апарып жындыханаға қамапты деген сыбыс бар, бірақ енді беті аулақ оның. Лайым ол кісіде бәрі жақсы болсын, бірақ сонда да жаңағы іздеу салайық, артынан іздестірейік, байбалам салайық, айғайлайық, бәр жерде жазайық, тыныш қалмайық. Бұл кісі өте, өздеріңіз білесіздер, жаны қазақ десе шырылдап тұрған кісі, қазақтың тілі үшін қаншама уақыт болды шырылдап жүргеніне. Соны енді қолдайық, іздейік, Роза апамызды табайық. Сіздерден өтініп көмек сұраймын. Бәр жерге жазыңыздар, бәр жерге осы менің бейне жазбамды тарқатыңыздар. Мынау Абзал баламыздың бейне жазбасы арқылы білдім, әрі мынау Фейсбукта да жүр хабардама. Ол кісіні жоғалтып алғаны, телефоны жауап бермейді. Сонымен тыныш қалмайық халқым, қолдайық Роза апайымызды, іздестірейік, табайық. Алға қазақ елі.